Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сүтті қыз тортын дайындадым. Орысша айтқанда молочная девочка тортын дайындадым. Менің жасаған тортым сіздерге ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, комментария қалдырып, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, менің видеоларымды бірінші болып тамашалаңыздар. Ең алдымен сары майымызға 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай сгущенка құйдым. Менің тортым ойдағыдай дәмді шығу үшін сапалы Три желания компаниясының сгущенкасын қолдандым. Електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды саламыз. Ұнымызды бірден салып жібермей, аз-аздап салып араластырып отырамыз. Кейбіреулері пергамент қағазына қаламмен не қарындашпен дөңгелектеп шеңбер сызып алады, ал мен формамның ішіне пергамент қағазын саламын. Форманың ізі қалған пергамент қағазының ішкі жағына сұйықтығымызды құямыз. Әркімде әртүрлі пеш болғандықтан мен 150 градуста 5 минутта пісірдім. Корж жұмсақ, нәзік болып пісті. Крем дайын болғанша мен пергамент қағазын алмаймын. Торттың формасы бірдей болу үшін мен осындай тортқа арналған кольцо қолдандым. Коржды жылы күйінде кескеніміз дұрыс, өйткені суық күйінде кесетін болсаңыз, коржыңыз сынып қалуы мүмкін. Крем дайындаймыз. 33%-дық кілегейді қоюланғанша араластырып, қант ұнтағын салып араластырамыз. Ірімшік сүзбесін салып араластырамыз. Тортымның формасы сақталу үшін мен 22 сантиметрлік кольцо қолдандым. Пышақ немесе шпательдің көмегімен жұқалап жағамыз. Пешке салып 50 градуста 5 минут пісіреміз. Салафанға салып аздап үгітеміз. Мінеки, құрметті көрермендер, біздің сүтті қыз тортымыз дайын. Менің жасаған тортым сіздерге ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, комментария қалдырып, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап, қолпаштап жіберіңіздер. Әрине, қоңыраушаны басып, менің видеоларымды бірінші болып тамашалаңыздар. Сіздер де дәл осылай сүтті қыз тортын дайындап, өз меймандарыңызды қарсы алып, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Келесі жаңа күндерде жолыққанша сау саламатты болыңыздар.